Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге қазақша арнасы. Бүгінгі видеода мен қазақ хандығының құрушыларының бірі, қазақ тарихындағы аты өшпес тұлға Жәнібек хан туралы айтатын боламын. Жәнібек хан 15 ғасырдың басында дүниеге келген. Оның азан шақырып қойған аты Әбу Саид. Керей ханнан кейін Дешті Қыпшақ даласының дәстүрі бойынша шамамен 1465-1466 жылдарда қазақ хандығының екінші ханы болып билікке келеді. Оның тұсында қазақ хандығында көптеген оқиғалар орын алады. Солардың бірі Әбілқайыр ханның қазақ хандығына сәтсіз шапқыншылықтарының аяғында Әбілқайыр ханның өлімімен аяқталуы. Сонымен қатар Жәнібек хан Жетісу өңірі Шу мен Талас өзендерінің бойында мекендеген қазақтардың басын қосуда көп еңбек сіңіреді. Жәнібек хан 15 ғасырдың 70 жылдарының басында шамамен 1473-1474 жылдар аяғында қайтыс болады. Жәнібек ханның артынан 9 ұлы қалады. Оның ішінде Жиренше, Махмуд, Әдік, Қамбар, Қасым секілді ұлдары 15 ғасырдың соңы, 16 ғасырдың басында қазақ хандығы тарихында үлкен рөл атқарады. Халық аңыздарында Жәнібек ханды Әз Жәнібек деп атаған. Бір қызығы, Жәнібек ханның дулығасы ақш-тағы Метрополитен музейінде сақталып тұр. Кезінде еуропалық саяхатшылардың дулығаны Тибеттен алып келгені анықталған. Кейін оған ақш-тың белгілі коллекционер жинаушысы ие болады. 2007 жылы дулыға Нью-Йоркте Метрополитен өнер музейіне тапсырылады. Дулыға болаттан жасалған және төмен жиегінде арабша ойып жазылған. Онда жеңімпаз Сұлтан Махмуд Жәнібек деп күміс жалатылып жазылған. Видео аяқталмай тұрып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған қазақша арнасы.